Сразу. Өтірік күлме деп. Басталып кетті ма? Тағы да қалайсыздар, жақсысыздар ма? Бүгін очередной бізде подкаст, 3D әңгіме, болған оқиғалар. Бүгін енді бізде қонақта біздің ағамыз, енді көбісі айтып жатыр, осы неге сырт жақтан, жан жақтан шақырмайсыздар, басқа адамдарды, басқа қаланың адамдарын, айтатын адамдар бар ғой деп. Жоқ, біз енді өзіміздің Шымкентімізді, өзіміздің ауылымызды түгендеп алайық дедік. Оның ішінде 3D әңгіменің енді қатты айтатын братанды шақырдық. Ол біздің ағамыз, КВН-дегі Жайдармандағы ағамыз, Ғалымжан ағамыз. Қалеке, қош келдіңіз. Қалеке, қош келдіңіз. Тайсын Ғалымжан дейді. Тайсын десең, тәжейсіз. Жоқ, жоқ қандайда. Маған мен кеше туралап жатырмын бұл Қалекеңізше. Местоположение жеп қойғам, не қойғам. Сағат қазір 3-те бастаймыз бірден кетеді. 2-ден 10 кеткенде жазып береді ғой. Аудиозапись. Наурыз сөмке Шымкентте мане дейді ғой. Жан кеткен бұл азында. Я сұрақтан істеймін өзі. Жо, әше сұрап жатырмын. Енді Қалеке қалайсыз жағдайыңыз? Шүкір. Жұмыстар, шаруалар. Мына енді ауылда галек болып жүрдік қой, сөзішіне керек мектепте. Одан кейін осы жетісай келіп Тайсын деген кличканы алдық. Сентябрьде оқуға түсіп, октябрьде ағамыз да. Бірақ мен өкінбеймін, енді 18 жыл тұрдым. Бірақ менің атымда сояқ регион таксиінде адрес барды, Тайсынның тупигі деген. Жетісайда. Ол әйтсе Ерубаев көшесі да. Саттар Ерубаев та. Неге таксиге мінес регионға Тайсын тупигі десе ұшады. Ол да бір керемет не Жоқ, я сол мен енді біз братанға айтамаймыз ғой, енді інісіміз. Төмен айта берем, Тайсын. Күшті не ғой деймін да, лақабат қой. Анау тойларға барсам үлкен кісілер ғой, бая біздің студент кездегі Чпок дегендерден. той басқаратын кезде, кәдімгідей бүгін тойды басқаратын Тайсын жан деп сөйтеді. Тайсын жанға жүрген. Анау Тайсын деп ойлаймын. 20 жылдықта біз хит болып кеттік қой, әлемге танылып ше. TikTok жоқ ол кезде, тек WhatsApp-пен ақ. Ана Тұрсынмен биледік қой 20 жылдықта. Енді оны көбісі Тұрсын би қалды. Негізі отырыс біткеннен кейін уже 2-3 бала қалдық. Бірде майопқа шығып кететін болдық. Киім ауыстырып жатқан кезде музыка қойып тұрғанда сосын тауда аппаратура бола ма дегенек белгісіз деді. Онда осы жерде билеп қалайық деп қойғанбыз. Обязательно билеу керек. Астарлы ақиқаттан көрсетіп жатыр. Ойбай, адамны көрсетеді ғой оны. Бүкілінен кетті ғой. Одан кейін ақыр заманның белгілері дегеннің ішінде хит болды. Ана жерде ше. Сондай жерде кеттік қой. Сөйтіп Қайғылы музыканың астында. енем мұғалім жұрттар әңгіме қылған ғой. Ана күйеу балаңыз өсіп жүр деп. Күйеу балдарың осындай болғасын деп құтылған ғой. Содан уәкең айтты мен, уәкен ау мынандай болып жатыр. Қатты тарап кеткен. Күніге 300-500 WhatsApp-тан келеді ғой. Сіз уәкең айтты да, кімнің дос, кімнің дұшпан екенін білесің. Звондайды, Қалеке қалайсыз дейді. Түрсүйді айтайын деп жатсың ба десең, я дейді, болды. Басқа ештеңе жоқ та, жағдай сұрау жоқ та. Содан хит болып жатырық, әлемге хит болып жатырық. Жетісайға тойға бардым ғой. Бүкіл официяда деп қашады да, ұяласың ғой. Сөйтіп тұрсам, бір көкеміз сояқта депутат тұғын. Сол тойды аштыруға шақырғам, сөйтіп бір кезде тойды ашпай тұрып 400 адам ғой. Тайсын жан сен шаншаға келіп, әжіптері көтеріле ма десек, Түрсүймен билеген ұят бопты деді ғой. Депутат сонша адамның алдында. Мен мына түрімен өмір қызарып көрмегем. Кетті ғой бұлай. Сыраз айттым, енді көкеден бүкіл сіз Жетісай елдің қамын ойлайды деп депутат қып сайлаған еді, бірақ сіздің ойыңыз мен Түрсүймен аспапты дедім да. Сода қасаң ау. Бір күн Жетісайға бір тойға бардым, халал болып жатыр. Шаш үйбат ішіп келген ғона кісі. Маған тиісу керек та бір кезде келді. Тайсын, осы сендер шапалақ сұрай бересіңдер деді да. Мынандай халал тойда сіз ұқсап арақ сұрағаннан гөрі шапалақ сұраған дұрыс. Сөйтіп кейін өгімді қайтсып кетті жағында. Қайтсып кетті дей ма? Күліп айтамай. Бірінші рет қайтып кеткен адам күліп айтып отқан. Барлықтарыңызға сұрақта, анау енеңіз бар ғой, ене деп қалдыңыз. Жалпы енеңізді не деп атайсыз сіз негізі? Кәдімгі сұхбат болып жатқан. Енен апа дейсің ғой. Апа дейсіз ба? Анау Мақсат Аханов деген ақын ағамыз бар ғой. Сол ағамдан сұрайын ғой. Осындай әңгіме болып кетті. Енеңізді не дейсіз десем, құдағи деймін дейді. Енесің ба? Құдағи деп айтамын дейді. Қайнатамды құда деп айтамын дейді. Құдағи, келіңіз шайға деп айтамын.
Сонда мама деп айтуға ыңғайсыздана ма? Енді ыңғайсыз. Жоқ, өз жасың келе айтады екенсің. Апа деп қаласың. Олардың да Көпшілік ортада болса мам деп қаласың. олардың да ыстық ықыласын сезіне бастайсың ғой, сосын жайлап. Кейіннен сезінеді екенсің. бір досымыз Басталды ма тірі әңгімеңіз? бір досымыз байқамай мам деп қалды да енді. Бізде арамызда енді андай сондай бір әңгіме бар ғой. Мен де мысалы апа деймін деген сияқты. Мама деп қалды. Сонымен біз енді прикол қылып айтып жүрдік. Мама дейсің ғой, ей, өмірде бір-ақ мамаң бар ғой сенің деп мындай ғой. Альбеште 9 ай 9 күн көтерген мамаңды ғана мама демейсің ба деп тисе береміз енді. Каждый раз көрген сайын балалар тисе береді. Бір үндемей отырдық та. Мама дейсің ба енеңді деп тағы да тиісіп жатыр ғой сөйтсе. Жәннатым деп айтамын дейді. Күйіп кеткен ба? Біздің ауылда бір екі сосед тұратын көкеміз бар, екеуі де рулас біздің. Соны көкеміз соседіне айтқан ғой жаңа. Ау сәке, мына үйде бір күшік бар еді. Үйде дәуіттер бар, мына күшік қатты керек те болмай тұр. Не істейсіз, керек болса, беріңіз, асырайын мен деп асыраған ғой. Біраз уақыт өткеннен кейін, сәкең анадан аған күшігін маған бергенде өкінсін деп мақтағысы келген ғой. Көшеде қойдың басын, қой кетін алдында көшенің басында тұрса. Жұмака, мынау өткенде сіздің маған берген күшігіңіз ойпырмай тамаша күшік болды анау. Үйден атқа мініп шығам. Пақ етіп арқамға отырып алады. Атқа секіріп. Ауылдың сыртына шығып, бір жығылдың түбіне барсам, ана күшік секіріп тұтты, жығылдың ішіне кіріп кетеді. Жай шығады, қоян жоқ болса, басын изейді деген ғой. Иті жаңағы. Сөйтті, типа анау өкіндіріп жатыр ғой маған күшігімді бекере бердің деген сияқты. Сөйтті Жұмекен қайдады дейді ғой. Ол басын изеп жүр ма? Біз үйде жүргенде сөйлейтінді ғой. Егіз. Бір 80-ші жылғы ағаларымыз ғой, 80-ші жыл туылған ағаларымыз. Әр үйде вечерде отырып, вечердің аяғында альбом қарайды ғой. Альбом қарап отырып, мынау білесіңдер ма, мына кезде түскен суретіміз ғой, мектеп кезіндегі суреттер ғой енді, кітап келіп жатыр. Студент кезі болғаны, мынау білесіңдер ма, мынау пәленшенің үйіндегі вечерде түскен сурет, бірдеңе деп бәрі айта берген ғой. Сөйтіп бір братан, мен қайықтамын деген ғой, суретте жоқ. Класстасы бірақ. Класстасы, мен қайықтамын деген ғой. Сен армиядасың дейдер деген да наған. Сен ол армиядасың деп жет. Екелесі өтіп кетеді, ана вечерде ғой деп. Мен қайықтамын десін. Сен ол кезде армиядасың деп. Бүкіл суретте сен армиядасың дей берген ғой. Мына кезде десе ана айтады дейді. Пәленше, мен армиядан қашан келемін деп. Біздің ауыл жақта бір кісі бар, музыкант та өзі. Сәл бүйтіп бүгін күліп қалғанда. Сонымен армияға барған ғой, сол несімен. Бая Союздың кезінде ала берген ғой. Сөйтсе, бір күні бір палшаны звондайды дейді ғой. Әбеке, ана суретіңді алып кетесің ау деп айтады дейді. Нақты альбом жасап ашылып кетеді. Ана мен бүгін қоямын. Сосын біздің ауылда бір братанымыз бар, мен құдан болады енді. Көрсе де ренжімейді ғой. Анау Төка, Қуан деген екі класстастар бір-бірімен ойнағанда өлтіреді. Ана Төка деген дәу құдықтан су тартып, 40 литр пляк толтырып атқан ғой, 40 литрлік. Толтырып, ең толған кезде Қуан деген артынан келгенде аяғынан мяу деп ұстауы ғой, сөйтсе, пешай! 40 литр пляк лақтырып жіберген ғой. Пешай! деп лақтырып жіберді ғой. Сол Төка дәу, страшно, менен бір 2 есе 3 есе келеді ғой. Төка ағамыз үйімен ұрысып қалып, өлем деп кетіп қалған ғой. Сөйтсе барса бір жер қазып жатыр дейді. Төка не болды? Өлем деп. Ана Қуандық қойсайшы, Төка жынысы ма? Жоқ, араласпақ, өлем деп. Сонымен Мұрат деген бір жездеміз бар тұғын. Бейшара марқұм. Соған барған ғой, ана Төка қырғын болып жатыр, барайық деп. Барып Төканы әрең тоқтатып алған. Біраз қазып тастаған дейді уже. Әжелер келіп қойған. Өлем. Көр қазып жатыр да өзі. Сөйтіп әрең тоқтатқан қой Төка енді ондай. Нандаймен ойнама. Ашу басқан кеткен. Ертесінде өріске қойын алдынан шыққан ғой. Сөйтсе Төка келіпті, Қуандық келген, сөйтсе Мұрат ағамыз бүйтіп қарап тұрып, Төканы көрінеді деп айтады.
Жұмахан деген ағамыз бар. Енді жақын ағайын інісі бар. Ор көшеде кетіп бардым. Қайда барасың? Келін босанған еді, братан деген. Құтты болсын, бергесей деп. Келініңіз босанған, срочно бару керек. Бергесей шеше. Сен бармасаң шуын жеп қалады дейсің бе? Сиыр шуын жеп қояды ғой. Сен бармасаң шуын жеп қалады дейсің бе? Ойбай. Біздің ауылда жалпы ертең имамымыз көріп отырса, мен өтірік айта алмаймын. Біздің ауылдың имамы уағыздан гөрі анекдот жақсы айтады да. Сөйтіп Ақтауға неге барған? Құдалыққа имам. Сөйтсе бір кезде Анекдотпен жеткізеді да енді. антракт болған бір кезде бүкіл адамдар сол жақта отыр дейді. Ойбай, уағыз айтып отқан шығар деп барса әңгіме кетіп жатыр дейді ғой. Так охота туралы әңгіме кетеді. Өзі охотаға қатты ғой. Енді жұма күндерде охотаға кетіп қалады. Сөйтіп охота туралы әңгіме сұмдық кетіп жатыр дейді. Бір кезде біздікі сұрапты ғой және де. Сендерде мысалы қанша күніне бір шыққан кезде 20 оқпен 5-6 қоян атып аламыз деп таналар. Сөйтсе сіздерше Құдай десе бізде вообще атпаймыз депті. Біз тау жаққа барамыз да тасқа бұрыш сеуіп қоямыз депті. Келесіз. Ана қоян ескетті. Шүкір бастырып өле берді. До того. Біздің ауылда да негізі қатты сондай керемет айтылмайтын жерде әзілді айтады ғой негізінде. Сол бір класстастарының қайтыс болған ғой бір класстасы. Қай жыл екенін айтпай ақ қояйын. Сол бір класстасы қайтыс болып, енді ауылда көктасты класстастар қояды ғой. Ақша жинап. Ақша жинап. Сөйтіп ауылда класстастар ақша жинап, ой, ана пәленше класстасымыздың көктасын ауылда ешкім көктас жасамайды, Шеңметке келіп көктасты жасататын жерге жасатқызып, екі класстасы. Бүкіл класстастардан ақша жинап, неге кеткен ғой? Қаладан жасатып, алып келген машиналармен келіп. Сөйтіп кешке таман бәрі жол. Көктас жасатып келдіңдер ма? Жасатып келдім. Иә, жасатып келдім. Қалай жақсы шықты ма әйтеуір, суреті бәрі ұқсап тұр ма? Нормально шықты ма көктас деген ғой, сөйтсем. Ой, зор. Біреуімізде жоқ ондай көктас. Біреуімізде жоқ ондай көктас. 2005-тен бастап уже кеттік қой Тамадалыққа, хит. Келесі абай Сарыағашта 1,5 ай жатасын, 1,5 ай тойдыкін апарып саласын. Мысалы, 2 айдың ішінде үйлі болдым да. Әйтпесе 2000-да үйленіп, 2007-ға дейін, 7-ге дейін жатақханада тұрғам. Содан бір күн Сарыағашта бір Орынбасар деген ағамыз бар, музыкант. Ойбай, Тайсын пәлен күн той бар, бірақ жауабын айтам деді. Хабары жоқ. Мен 7 сайдың той ақ болғам. Тойда отқаным, Ғалеке қалайсыз деді, бір звондап. Жақсы, шүкір. Қаяқтасыз тойханада? Осы адамгершілігіңе ризамын деді. Қазір бәріне реттейміз деді. Болды деп. Айтып болғаннан кейін список келді, туырлап. Ғалеке не қылдыңыз деді? Списоктың бәрі бітті дедім. Молодец. Мен Орекең айтқаннан риза болдым деді. Уже күдіктене бастадым. Бастамаймыз ба деді. Жиналсын да адам дедім. Жиналып тұр ғой. Сіз қаяқтасыз дедім. Келесі Абайдасың ба дейді. Мен Жетісайдамын. Далбайоп. Сразу жүрдім. Қайта. Жоқ, сіз шатасыз. Саған Орынбасар айттым ба дейді. Сразу Орекеңді звондаған едім. Есімнен шығып кетті деді. Күнін айтпаған сізге. Күнін айтқанда, ошым ана Орекеңді айта сал деген, оның есінен шығып кеткен ғой. Сөйтіп, бұл кезде мәйсіне жоқ. Бір күн Абайға келіп, Сарыағашқа тойға баратын. Таксиге тоқтап, мініп кетіп баратсақ, Тамадасың ба деді. Сол тойға келдірді дедім. Жетісайда бір шеше, Тайсын деген бір тамада бар шеше. Ұстасам айырам деді ғой шеше. Мейлі басқа, ішкі жоқ ана кіші. Не қылды ол дедім. Ешек бас, тойыма келем деп шеше, лақтырды ғой дейді шеше. Шеше, біреу шақырған бытшыс болды. Ұстасам айырам деді шеше. Кәбір не бір далбойып тамадалар бар ғой. Бүйтіп бағойдан бұрып. Сақал қызайды деді. Тайсын өсті, жоқ шеше. Аяқты өге деп. Біліп қоймасын деп, головойдан қыса сүрейсің ғой. Жоқ көке, мен ондай емес. Тайсын дегенен шығып ба? Шығып барадыр ғой. Мәдина сәтіп оқасына қойып барасың ғой. Тайсыннан. Бәрі кезде Сарыағашқа жақында кезде тоқтады. Бетеп қара, сен сосын ғой деді. Аға, сіз менімен әзілдемеңіз. Мен қазір тойға дайындығы келеді. Шеше деп қашты, қойдан кейін алысың. Көке кешір деп. Ақыр соғыда не керек? 2 тойына түсіп берді бұл тегін. Бір адамның шатасуының кесірінен.
Бірақ Аллаға шүкір қазір жан жолдасым да сол жерде. Жан жолдасым. Өз сондаймен қиыншылықпен адам қатты осып кетеді. Содан Атынтай деген кураторым бар тұғын. Мен музыканттарым солар. Тойға шығамыз бір күн біреу Жетісайда тойда болады. Соң музыка деді. Жоқ дедім бір кезде. Не нахуй деді. Атынтайға дегенім Атынтайға бар. Деген еді. Ана ағайыма доқ көрсетіп жатыр да. Уже денем бар ғой кезде. Алдына бардым да барып өзім не болды деп барған едім, қасым тұрып. Не демексің деген кезде деген ғой. Ұрмаған бірақ. Тиіп кете ма деп сәлем қылмау. Өзі жоқпен барған ғой. Не болды деп барған. Не деген соны бейшара ағайсы өлгенше айтып кетті ғой. Сол ентіп қалады ғой, бір күн Мерседес алып өзінше келатқам. Светофордан арзан бір Жигули жатыр, тақап келе жатыр да. Қорқытайын деп бүйтіп қалса, оңмаған бұрып жіберді да. Деп өтіп кеткен ғой. Сенің де батырлар бар екен ғой, Вашида дегенде шығады. Осы біздің ауыл жақтың таксиі бүйтіп шығады да, Қызылкөпірден оңға бұрылып, Шаяннан өтіп арқа кетеді ауылға. Шаянда перекур қылады екен. Тоқтайды, ішінде бір магазин бар, мұздай көже ішеді, пирожки, самса деген сияқты. Кіріп, таксист көкеміз самса алып, самса жеп жатқан ғой. Клиенттер біреу әрдеңе жеп жатыр деген сияқты. Самса жеп жатыр, самсаның ішінде тіс шыққан ғой. Тіс адам тісі. Йоп! Деген анау, қайдан жан, науым не сен? Ойбай көкежан, жаным көке, күнімді көріп отқаным осы. Бас аяғы бәкір дейді. Ешкімге айта көрмеңіз көке. Міне, любой бақытты өтесіз. Былай өтсеңіз де тегін, былай өтсеңіз де тегін. Не жем дейміз. Мынау бүгінгі 5-10 теңге байыпылыңыз. Ешкімге айтпаңыз, жаным көке. Ешкімге айтпаңыз деп ана бала. Бопты деп, не істейді? Сөйтті машинаға отырып, жүріп ашуланып, ауырып қалмаса болар еді деп ашуланып жүріп, боковойға қарап, да жүреді тіс жоқ дейді. Өзін тіс бар екен дейді. Өзін тісі бар. Өзін тіс бар екен. Доказа тегін жүрген ғой. Ауылдың такси демекші, біздің ауылда жаңа Шолоқорған мен Құмкент деген ортасында такси өтеді. Такси көп та. Шымкент бар, Шолоқорған мен Құмкент деген ортасында таксист кісі бар. Өте жай дейтін таксист кісі бар да. Датау машинасын жай дейді. Әлі ол кісі бар ғой, жай дейді машинасын. Енді ол кісіге жастардың көбісі отырғысы келмейді енді. Өйткені өзі жарты сағаттық жолға ол кісі бір жарым сағатта алып кіреді ауылға. Жастар отырмайды. Барса, содан басқа такси жоқ. Сол кісіден басқа сөйтеді. Амал жоқ отырады ғой енді. Сапар деген братан отырады ғой, короче, алдына отырады. Ауылға қарай шығады ғой, 20-30 деп ұртпа дейді ауылға жай сөйтсе. Сапар дейді. Аға, сәл жай жүресіз, жүрегім айнып жатыр деп. Бір автобуста әп-әдемі келіншек баласын емізіп отқан ғой. Сөйтсе еміп отады, кішкентай бала ғой, деп шығарып алады ғой аузын. Жандабек атаға қарай дегенде қойды емізіп отсам, еміп сөйтсе, қазір ем болмаса атан еміз жерем деген ғой. Сөйтті кезде ата бейді ойлап қалды. Сөйтсе анау еміз деп қараса, ем деймін қазір атан еміз жерем десе, 2-3 мәрте айтқаннан кейін сол айтады дейді. Келін не шешімге келдің? Сені күтемін деп 3 жасымнан өтіп кетті ғой. Бексұлтан деген досым бар. Музыкантымын мен ғой, мен тойға шығамыз. Той дегеннен. Атын айтпай ақ қойшы, ол да ренжиді. Айтам. Әде айтып жатырмын. Оны әде айтып. Мен анау біреудің бүкіл осы өзіміздің недегі қатарлас КВНщиктердің саған ба историясын ашып алсам, мен сондай сақ кете беретін ойнайын да сөйтіп. Жаңағыдай 2 әріпте жазып тастайын да история, сондай хочу бір бәле деген сияқты жаман нәрселер жазып тастайын историясына. Ол подписчик қанша көп болсын, аз болсын. Мақтанып айтатын ше. Сөйтеміз да. Бексұлтан жаңағы досым да 2-3 мәрте 4 сағаттап қалып кеткен ғой. Сол несі басын, үйіндегілер звондап, достары звондап, кім екенін білмейді, кейде мен екенін біліп қояды, сөйтіп ренжіп, сондай болып жүрген. Сөйтіп екеуміз Royal Royce деген жақсы тойхана ғой. Соның ішінде той басқарып жатырмыз. Сөйтіп той басқарып келдім. Ал енді билейік ортаға екеуін. Қасында қыз дуэті бар тұғын. Хабарладым да шығып баратып, телефоныма біреу звондап жатыр екен. Басқа танымайтын номер. Алып қалған едім. Тәте, историяңызда біреу жаман нәрсе жазып тастапты деді. Екен біреудің пароліңізді бәрін білесіз Бексұлтан екенсіз. Қарап қалсам 3 бет қой. Кезек.
андай хочу, андай ең нашарлар. Ошо үркүйтөтүн дәрі каякта сатады, анан жазып салган. Yo. Сразу өшірдім да анан бәрін. Бірақ бір 700 адам көріп салған уже. Саяпшылар келіп жатыр. Сұлтандар бірінші әнге кетіп қалды. Төрт әнге айтады билетуге. Телефон қалып тұр екен, алдым да ішінің бәріне жаздым оны. 8 бет қылып жаздым. Ең нашар нәрселердің барлығын жаздым. Гряздардың. Сөйтіп де бітті. Телефонымды көрсетілді. Өзім телефонымда 10 телефонымды қалтама салдым да тойға шығып кеттім басқаруға. Анан кетіп жатыр уже. Звондап жатыр, безді қойып қойғам, дыз. Келіңіздер ортаға бірдеңе, енді мынандай қылайық деп жаңағы тойда басқарып жатсаң, әкел дейді ғой. Жоқ, анаған бір кезде микрофон өшіріп тастайды оны. Музыкант қой. Дәу біреудің тойы болып жатыр. Микрофон өшіріп тастайды, әкел дейді. Администраторларына қоспай жатыр микрофон бір бәле деп бар. Администраторлар айтып жатыр, сөйтіп бір кезде әкел дейді. Музыканы өшіріп тастады ғой. Там тұрыз, я микрофон жоқ, я музыка жоқ. Екеуі қырылып жатыр. Екеуміз қырылып жатыр. Әкел дейді телефон, біреудің тойы. Жоқ дейді ғой, бір кезде. Бірдеңе деп, администратор қаяқта бірдеңе деп, ана сұрап жатыр. Ноутбугін жинап кетіп барады. Ойбай, тойы ғой, адам қасыналардан көрген историясын быт болып жатыр. Сөйтіп де бір кезде жүгіріп барып өзінің телефонын алып берді ғой. Содан кейін барып 5 минут па пауза болды. Ешкім түсінбейді ғой не болып жатқан. Ноутбугын жинап кетіп баратқаны жетті да. Содан кейін ешкімге салмайтын болды одан кейін. Анау Шаншармен гастрольде жүріп. Сонымен Аралды біттік та. Жоқ, бері Қызылордадан бітіп Аралға шығып жатырық. Сонымен Қорқыттың басына бардық. Сөйтіп неға шығып, жолға шығамыз ғой, дәрі табалайық деп. Мен пассиян спринтердің алдыңғы орындықта отырамын да, сенің астына полный тас жасап қоямын ғой, без газ. Уже концерттен шыққанымыз түн. Біреуін алдым да барып, туалетке кіріп, ішкі дәрет алып қазды. Сәл әргілап кеткен ғой. Лоп ете қалып. Ей, сұрашын, Мақсат деген бала барды, су әкел. Сөйтсек, іштеген көнбейді екен қол. Мә, айтамайым. Мәшінеге мініп тұрып тұрдым ғой. Сол Нұрик тоқта. Іш киімді лақтырып жібересің. Ошым не керек? Бас жуатын шампуньменен артты жудық қой. Жаман екен е. Ештеңе кимей жатасың. Сәл әрксаз. Уәкеңді қайтпайды ғой. Сен бір жерде маяғы бады. Менен деп айтамайды ғой Нұрик. Тағы бір жағылса жаман екен ғой. Сәл әрксіз ұнаймы екен? Страшно екен. Бетіңізде лоп ете қалды да. Мен жылысу екенде ойлап қалдым. Сөйтсе, полный сәләргі қой. Жаман анау есімнен кетпейді. Өте қиын екен. Ашытқан кезде өліп кете жаздайсың. Тек тұрып тұрасың, тағы Нұрикті жай дедім. Дей береді ғой, Нұрикті жай. Ұшып жатқан адам несін салады ғой. Қатты екенсің қатты. Бәке екеуміз пастан ұрысып қала береміз ғой. Қостанайда жүріп, мен тугис бар да. Сосын қайқа барамыз деді. Нұрик мына жерде солға бұрыласың дегенім, уәкең де не қылады ғой. Байқа, Қостанайдан бірлікке шығып тұрмайық деп біздің ауылда айтады ғой. Айдай бер дедім. Уәкең дерсін, тура айда деді. Сен тура өтіп жатыр деді. Телефон қая деп қалады ғой. Қырсығып ба? Уәкең де өлтіреді ғой. Ана Пекинге барғанбыз ғой, Пекинге. Оразан кезінде бар, уәкең бір қатты ауырып қалды. Сөйтіп бірдеңе киіп алған уәкең. Бүкіл Қытай соған қарайды. Енді жеңіл киім ғой. Сөйтіп уәкең танып жатыр ма деп қоямыз, бірақ қытайлар ғой ә. Бәрі бүйтіп қарайды, уәкең деп қояды. Сөйтсек, уәкең киіп жүрген баняға киіп екен. Соны Пекинде беріп жүр екен ғой. Бәрі соған қарайды. Баняға киіп алған ғой. Енді Таразға концертпен шыққан, уәкең тамақ алып шыққан ғой үйінен. Белгі қасық түгел болсын. Белгі қасық түгел болсын. Жекшелердің кегенеге тексеріп алады. Үйден шыққан ба? Концертке барған, 1-2 белгі жоқпа шыққан. Енді не болады да ол деп. Үйіне келгенде қасықтар сабалып, шайқа жүрген. Араластырып па? Араластырып па деймін. Білмей қасын деймін. КВН-де жүрген кезде де қызық еді ғой. Біз ана как раз шалымның кетпен деген көріністі ойнадық қой.
бір апта бұрын шақырып алған. Жататын жеріміз тегін күнделікті. Жоқ, Шымкентте ғой өзде туған Шымкентте ғой. Нұрмахан екеуміз бір квартирадамыз ғой. Сау күніміз жоқ. Сау күніміз жоқ. Сонымен азында 11-де келіп көрсетесіңдер деді. 9-да келіп көрсетесіңдер деді. 11-де бардық. Редактора. Өзіміз оянғанмен түріміз оянбаған Нұрмахан екеуміз. Нелерің бар деді. Нешесіне болады дегенбіз ғой. Туған күн болады көке болған екен ғой. Бұра бергенбіз ғой. Сонымен бәрі дайын. Нұрмахан екеумізде дым жоқ. Сонымен қайт квартираға барып, телевизор көріп отқанда, как раз Уральский пельменнен ба, сол жерден соған ұқсас бірдеңе отыр екен да. Кейін Нұрмаханға ұрып сұрақтар жазып бердім да. Осыны қойып отыр, мен импровизациямен ар жағын ұрамын деп. Сондай заман еді ғой. Басталды. Біз іріктеуден де өткен жоқпыз. Шықтық, ұрдық қой. Ана сонда, ана залдың екі жағында жел кіріп тұрсын деп есік ашып қойған. Адамдар күліп құлап кетіп жатыр ғой. Жюрилер надан жіберді ғой. Біз тоқтамаймыз ғой, бірақ соңына жете алмадық. Соңында дайып тоқтаттырып тастады ғой. Оның каждый дабип кетті ғой тағы да ше. Сөйтіп бітіре алмай қалды. Сөйтіп бір музыкальный центр берді. Сөйтіп $500 берді маған, лучший игрок деп. Музыкальный центрді сол үй бар екі шашып үйге қосып жүресің. Үрім дейдесің үшін. Нұрмахан деп алып ұра береді. Біздің ауылда бір кісі бар. Өзі 85 жас тойын жасапты жақында. 85-ке келген. 85-ке келген үлкен ақсақал ғой енді. Сөйтіп тойын жасап отыр, бала шағасы тойын жасап беріп отыр. Өзі бірақ бақуатты да андай. Адаммен амандасқан кезде қолын қысып алатын кісілер ғой әлі. Сөйтіп сол кісіден сұраған ғой енді. Қалай жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай десе ана кісі. Білмеймін, сол аяғым әлден қақсайды деп айтады дейді. 85-де. Аяғым әлден қақсайды деп. Уәкең айтып берген бір кісі енді басшысының әкесі қайтыс болғанда, бір қызмет басшының әкесі ол 93-ке келіп ба қайтыс болған. Сөйтсе ана орынбасары көңіл айтуға бәрі келген ғой. Басеке, көкемді шақырсы кісі ауырды ма деген ғой. 93-ге келіп тұр ғой. Сөйтсе бастық ана жыны келіп кетті. Жоқ, біреу атып кетіпті дейді. Біздің бір ағамыз бір кісі ауылда бір кісі қайтыс болып, дәл уақытында бара алмай бір 5 күннен кейін барып қалған. Бұл кезде үйде ешкім болмай қалады ғой. Бауырмай деп кіріп қалса, қолда ешкім жоқ дейді. Жоқ, калидор қандай? Калидор кіріп қалған. Бауырмай деп кіріп қалса, ешкім жоқ дейді. Қайда кереміз ой деп айтады. Салтаумен ауылдар калидор ғой өзі, құма болады. Қайда кереміз ой деп. Қайтыс болған кезде, әкем қайтыс болған кезде ауылда бруцеллез деген көп қой жаман. Малдан жаман. Бүйтіп жүріп қалады ғой. Еще бір ағамыз бар, авария болып белден кеткен. Сол келе жатыр да бірінші көрісуге. Оның өзі әрең жүріп келеді. Оның артында және бруцеллез болған бірінші келе жатыр. Анау жақындап келеді, қайтып артқа кетіп қалады да. Деп қала береміз да, иә. Сөйтсе, бір адам еді ғой, араларына бір сау адам сабақ көйінді. Анау бүйтіп, көкем-ай, деп жақындап келеді. Ана аяқ дұрыспасымен артқа кетіп қалса, анау арттағы тірей алмайды, ол өзін қорғаштап кетеді ғой. Ол артқа қалса, жете алмаймыз өмірімізге ше. Сау адам көзі кетіп жатты. Ауылды жерде көп өздеріне қарау деген жоқ қой. Десейді ол бар. Өткенде мектептің несінде тойында болдым. Мұғалімдердің айлығы сұмдық қой. Білмеймін, бәрі еркек мұғалімнің жартысынан былай түс жоқ та. Мұнаяқ бүп-бүтін. Білмеймін, тек бір жағымен жима. Айлықтарың бәледе ғой, сабасыңдар. Үйреніп қалғанда уже. Қатты бір анекдот айтсаң кәдімгі мясин салаттар, шайналмаған күйші батады ғой кәдімгі. Сондай өз-өзіне ауылды жерде көп қарамайды. Бір жәндегі ауылда бір жігіт өзінше қалада оқып келген, әңгімесінің бәрі чо там, бірдеңе деп сөйлейді екен да. Сол үйленетін болыпты. Сөйтсе әкесі айтқан ғой, ана сен үйленетін болса, ана бұзау сиыр сатайық. Ертең ақша керек. Ойлегісі келсе, бірінші келеді, орысы звондау. Здравствуйте, че корова бірдеңе деп. Бұзау сиыр деп айтыңыз, ана бұзаудың орысшасын білмейді дейді да, баласын шағып алып, әкелді осы сайрап жүрдің ба, кейін ауысың бұзаудың орысшасын не айтсайшы десе. Жалпы орыстар бұзау кезінде вообще атын атамайды.
үлкейгеннен кейін корова деп айтады. Ана сасайды дейді. Негізі орыстар вообще кішкене кезде атын атамайды деп айтады. Ал қызық ана бәрібір қанша елдің алдында жүргенменен класстастың алдында сен сол күйсің ғой. дәл ғой. Қызық емес қой. Жаңа орынға барып қоясың, ва, аға сіз вообще өнеріңіз бар, сен танымай, әңгімеде сондай бар, бала ғой, бала кәдімгідей. Олардың алдында хит болсаң да итсің ғой. Ол класстас деген енді шын айтқанда сенің кім екеніңді анау түбіңнен білетін адамдар да олар. Олардың алдында ешқандай жасанды ештеңе ешкім істей алмайды ғой. Класстас пен бауырды ештеңе алмастыра алмайсың ғой. Это точно. Жолдас жолдан қосылған, қатының Алланың әмірімен қосылған, бауырның орны бауыр, класстас болады. Класстас күшті ғой. Бөлек болып тұрады бәрібір ше. Ана маекке барған кезде әшейін тілектерінің өзі бір кәдімгідей ше. Анадан бір сабаға барғандай болып қаласың ғой. Ет бір сөйлеген кезде. Нәнде құртпен 5-6 жан жоқ жүресің ғой. Нәнде құрт тұра береді. Бір вақтыға кірген көкеміз ауылда ішіп жүрген вақтыға кіріп кеткен ғой. Әжептәуір айлық қойған ғой. Үйіне бармай магазинге келіп айтады дейді. Шит шарақ бір құрт деп айтады дейді. Жит шарақ бір құрт деп айтады. Құрттың біреуі ақ болу керек шығар. Сосын біздің ауылдың ерекшелігі, мысалы баклажка деген атау жоқ біздің ауылда. Кола дейді. Бірінші не шықты сонымен қалады. Яғни асқалада 5 литр колада бензин қақылы дейді. Түсініп ал. 5 литр коладағы сосын 80 деген сөз 80 деп сөйлейді. Памперс деген сияқты. Мына мысалы Түркістан жағы 10-ды 10-ау дейді ғой. 10-ау деп сөйлейді. Біздегілер 80 деп сөйлейді. Сосын теңгені әлі сом дейді. Ана сиеміз қошқары берген 80 сом деп тұр ғой. 80 сом деген сұмдық қой, 80 сом. Бірақ әлі, Астанадағы нелер қақы кеткен дейді. Колалар қақы кеткен дейді. Баклажка демейді. Әлі кола деп сөйлейді. Ана бір көкеміз бұрында элитр салатын бір арнайы бір платежка болады еді ғой. Соныға бар ақша берсе тап береді. Әшірам билайға активін бермеді. Сөйтіп сұрайды. Бәрін активте ойлайды. Бәрді жаңағы баклажка кола деген сияқты. Әшірам билайға активін бермеді. Сосын ауылдағылар суретке түсіретін кезде ше, шобырға беріп қояды, ұрып түсіреді ғой. Деп ше, бір суретінде түрің жоқ қой, мына жерде ала берген ғой. Бірлігі береді. Болды ма дейді, ұрып түсіреді ғой, ше. Анау қайтып келеді сосын, онша болмайды. Біз алғашқы телефон ұстағанда біз сөйлей беремін деп қой. Енді қазір біздің ата-аналарымыз, көкемдер, үлкендер, олар да бір жақында қояды, смартфонға жеткен еді ше, баяғыда біз. Байқайды ма, тойлар болды. Еп жүр, отыра береді. Үшін асталады дейді. Сосын әңгіме айтып отыр, не қабет болды. Бірақ соны көрсе ішінде адамдар бар да, кім болса да іледі да. Ауылдағылар одан кейін тойға барасың, шауырған бір ауылға соғасың ғой. О, нысаң қалай, о, дейсің ғой. Үйдің көршілері. Сол жерде суретке түссек болады ғой. Тойға барып түседі да. Не әдет деймін, ауылда түсесің да, көкпенбек әдемі. Білмеймін, не қызық екен. Ауылдандар күшті ғой негізі. Әулие ауылдан. Ұрып түсіреді дейсіз. Түсінме деп. Мен анау оқып жүрген кезде енді естімеймін, ол жерде Қызылорданың өзінен 95 бас студент бар. Сонда осы Жетісайдағы сол культпросвет өнер ордасы сол жақтармен есептеліп салынғанда через Ташкент келесің ол кезде. Ана бүткіл Қызылорданың қыздарына қарайсың, меснилармен біреу тиісіп жатса сонымен төгілсесің, сол жағынан ғой. Содан бір қызға ғашық болдым ғой. Ана Қызылорданың қызы. Қатты ғашық болып, сөз айтам, көнбейді. Жалпы іреңсіз болғаннан кейін сол ғой. Өлең шығарам, любой өлең сөзін соның атын қосып жүремін де, гитарамен коридорда. Сөйтіп көнбеді бір күн комнатаға шақырып алдым. Еше бағам. Соңғысы дедім, көнсең көн, көнбесең мен сен үшін өлем дедім. Терезенің алдында решетке бардым. Бұтыммен тұрып алдым да, не дейсің дедім. Соңғы сөз, қойсайшы, ойланатын ештеңе жоқ, көнбейсің ба деп қалғаным решетке шығып кетті.
ана қолынан ұстап қалды. Сөйтіп қалды ғой, төртінші жылда кетеді деп ғой. ойнамай істеп тұрсың. Иә, ана біткен кезде бір рет істеп көргем, нормально тұғын. Анадан кайфы қатты беріп кеткен ғой, сүйесің ба, сүймесе оны айт деп, бейт қылған. Ғартына шығып қолды ұстап қалып, түсіп алып, есінен қашып кеткен ғой, жеңген басынан. жоқ, ол бөтін. Сол кейін арадан тұрмысқа шығып кетті, сөйтіп 10 жылдан кейін звондайды сол. Қалым мен таныдың ба деп. Сол кездің есінде ма деді. Мариялар де. Әйтпесе, здоровый жігіт ғой. Анадан алып бір-екі рет көргем, егер өстіп көрем. Басқа репетиция бар ғой өзіңізде? Сол кезде бүйтіп қалған кезде ұстап қалса, деп өзінше. Ана былай тартса мен былай тартынам деген ғой. Сөйтіп, болды, болмаса маған бәрібір деп қойғаным 4 жерге бірдей шықты ғой. 4 этаждан ғой. Нәнде яғына шөтті өзі. Шады. Алы ұстап қалмақында кетеді деп. Енді 4 ұл болды. 4 ұл болды деп, ол 4 ұлым бар ғой. Аллахың берген. 4 баламда өзіме қатты келмейді. Балалар жеңшеме ұқсайды, сарылғыштау ғой көбісі, ақ кішін. Біреу туыр нұрым, сары, біреу мысалы Наурыз сияқты, біреу ұзын. Сонымен Нұрбол деген Әбінасыр аға Какразын ұрып тұрған кезде әбекеңе звондадым. Әбеке ұлды болдым. Өзіңіз ат қойыңыз дегенім. Мен балдарым ішінде жүрегіме жақын Нұрбол деп қойшы деді. Нысанада ғой. Нұрболдың атынан қойды. Дәнекер звондайды, Абай звондайды. Сонда біз тұрып, реңіне қарамай ананы қойдырдым бабыратан. Дәнекер айтады, анау мынау. Қазір сол балам дәнекерден ұзын ғой. Нұрболдың атынан қойылған деп көрсетсе ешкім сенбейді. Нұрболдан үшеу шығады ана болса, болып кеткен. Бірақ бәрі үйге келген адам бәрі айтатын сол да. Сен балдарың ба, жаман бір түрлі естіледі ғой. Сен балдарың ба деп, келіншегіме қарайып, күніге қасымда. Күдіктенесің ғой, сонымен 4 ұл туылғаннан кейін 7 жылдан кейін 40-қа келдім ғой. 40-қа кезде мен Құдайдан сұрадым, Құдай дедім. Ертең өмірден өтетін кезде аузыма су тамызатын бір қыз берші дедім. Қыз тілі өлесі ғой. Қыз деген жаңа. Дұға қылдық. Сонымен келіншегім календар деген бар ғой. Больница беретін. Сонымен жұмыс жасау керек деді да, өйткені ұрықтың сапасына қарайды екен ғой. Есептепті. Ашып қарасың. Міне сол күндер Жетісайда той, Жаңғырғанда, Таразда. Үлгермейсіз. Үлгеру керек қой ана. Соңғы тош жоқ қой. Класстар бір-екеуіне бейге! Дейсіңді ұшасы қоя. Басасын. Сонда Жетісайда алдын 2,5 сағат жүріп, 1 сағат 40 минутта кіріп келе бересің ғой. Ана таблицаны бұзбау керек. Сөйтіп 1 жылдан кейін қыз туылды. Қыз туылды. Сөйтіп қыз туылғаннан кейін 1 айдан кейін ба, сот орындаушы звондады. Келіп кетесіз ба деп. Барсам 187 мың тұр ғой. Светофордың қызылынан өтіп кеткен. Штраф бізде Слайшный линиядан өтіп кеткен. Тек камера қарамаған ғой. Мынау именно бір аптаның ішінде неге бұлай дейді да. Бұл ұрлық тілі қой дейді, ұрлық емес дейді. Мына қыздың өмірге келуіне себеп. Жоқ, при чем бізде істейді? Ей, календармен ғой дейді. Календарға сояға түсіп отыр ғой дейді. Қылдап келді да. Қазір тоқта деп есептеп, үстінде пейнесін бәрін алып тастаған еді. 41-ден ақ мың болды. Қызың несібесі? Иә, қызың несібесі. Сол қызын дегені болады да. Бірдеңені айтады, точно орындалады ғой. Содан тойларда айтамын ғой, ана қыз таза өзің копия. Міне ағайындар 4 ұл бер, 4 түлі, одан кейін 7 жылдан кейін қыз берді деймін. Ана қыздың түрін көрсең, тайсының ұрғашысын дейді. Шетсе қырылады ғой. Бірақ Құдай қыз берді сөйтіп. Бірақ бөлек. Историясының өзі күшті ғой. Мұны да бір күн Шымкентте жоқ қой. Бір апта болса, арасында Черезден болғанның өзінде де, арасында керек жоқ деген күні Шымкентте болып тұрады. Ертесіне қайып жетсе болды. Адамдар сөйлеттірмейсің ғой тағы да. Әдемі қосыламыз, иә. Асыз деген, еші кейбіреуінде расчет қылмай кетесің ғой. Ана Каспийде жоқ қой көзде. Кейін ала. Деген ұшасың ғой.
Сол қарындасыңыз қаншаға келді қазір? Жасы қаншада? Қазір биыл 2-ні бітірді ғой. 2-ші класты. Керемет. Содан как раз бұл 7-ші шілдеде босанды. 7-ші шілдеде. Біз Астананың туған күніне барғанбыз. 6-сы күні кәдімгідей толғақ менде болып жатыр да белден. Уже ертеңде пойызбен шығуымыз керек. Мен сразу самолетке билет алдым. Азында ұшып келдім. 6-сы күні түнде кешке келдім. Уже келіншегім сыртта жатып масаханада. Мега ғой толғақ. Соны рано дедім, мынау болмайды. Что-то бүгін ау дегенім. Уже түнде сағат 12-лерде қалың больницаға барамыз ау деді. Апарып тастадым, удостоверениесі қалып кеткен ғой. Удостоверениесіне қайтып келе жатсам, бір өзбек көршім бар еді. Шығып жатқаннан балалар жүгіріп шықты. Алмаға деді, мамам демаламай жатыр деп. Барсам, деп бір шелек су бетіне бұрқ еткеннен шошып кетеді ғой адам. Деді, 10 мың кіз болып Россошаға бардым. Россошаға барып Болды кіргіздім. аяғы ауырмауыңда? Жоқ, давление. Жүрек қысылып қалған ғой. Россошаға апарып бір кезде больницаның алдына барған едім, азан шақырды. Сразу дәрет алдым, намаз оқып алып, оған дейін телефоныма звонок келіп тұр ғой. Ішке кіріңіз деп. Олма қыз ба десем, жүрсеңізші деді. Уже тындым мен. Жүріңіз дегеннен кейін бар уже. Кіріп баратқаным, келіншегім жатыр екен. Ал қыздың әкесі деген кезде, осы дей алмаймын ғой. Жылаған кезде түрікше деп. Пол жуатына дейін, сыпыратына дейін аямадым ғой. Сондай кезде. Больницадан шығып таң атқан уже. Кімнен сүйіншілі, ешкім танымаймын ғой. Алашбазы жақта остановкада тұрып су абағам. 5-6 бакел шабам, не үшін абағам. Сүйіп тұрған едім. Сәләкі жоқ барасың. Жаңғырғанда бір ағаларым бар еді. Солар Ташкенттен келатыр екен, нағашыларым үйінен. Солар келіп, сол жерге келіп, соларға барып, ойбай, көкем, міне сүйінші, келіндеріңіз босанды деп ше. Адам жоқ қой, кездескен адам ақша берейін деп жүрмін ғой. Ешкім жоқ. Астанаға ұшып жүрсіз ғой. Мынандай, енді бір бұл қазір айтып жатқан не істерім, мәлеке болса анау қыздың бала дүниеге келіп жатқаннан кейін бір күшті бір әңгіме есіме түсіп кетті. Бұл қатты бір әзіл болмауы мүмкін, бірақ менің ағам, Серік деген ағам бар, Чиметте тұрады. Сол Жетта деген машинасы болады. Жетта деген машинасымен айдап жүрген кезде үйіне бір қонақтар келіп, бір қонақ апай келген әйел қолға қысып қалған. Ойбай, скорый, үлгермеймін, болды уже. Су кетіп жатыр. Машинаға салған басқа ғой, роддомға қарай. Скорыймен сөйлесіп қалды. Мына жерде жолығамыз, яғни шақырма келді, мына жақта кел дегенде машина ішінде туып жіберген ғой. Жеттан ішінде. Жеттан ішінде туған, сөйткенде скорыйға апарған, скорыйдағылар әдемі алып кеткен ары қарай. Машина ашып алғанға сөйтіп мойкаға апарып жуғызып, апарылды, бірақ уақыттан кейін неге келіп, машина өзі колеса деген жоқ қой. Машиналарда сатып тұрады ғой. Ешкім сұрамайды дейді машинаны. Жеттан. Ешкім алла айтыр, 1-2 миллионға өтті, әбер болар еді деп тұрған тұғын дейді. Бір кезде бір үлкен бір кісімен жас бала келді. Анау жезде соның қайнысы екен. Машина қаншаның? Бәрі алмайды ғой дедім. Қымбаттап айтып салдым. Пәлен деп. Сөйтті деп қарап сөйтіп өзінен аузыма шығып кетті. Бұл машина ішінде оңай машина емес, бұл машина ішінде бала дүниеге келген. Осында бір үйге қонақ келіп, осында ішінде туып қалған деген ғой. Анам шын айтып тұрсың ба деген ғой жезде. Иә, сөйтіп анау қайнысының әйелі көтермей жүр екен да. Пәленбай жыл болған. Мынау бір құдайдың бір келіп тұрған еш шығар. Деп саудаласып жатып алған сол кезде. Ырымда бұл ырым. Сіз сияқты мысалы жаңағы календарға қарап тұр дейсіз ба, сіз ниетіңіз да ол жерде? Сол ғой, ниетте. Алматыға бардым ғой. Алматыда мен тойдың егесінің інісі күтіп алу керек тұғын. И бажасы күтіп алды да. Жолда кетіп бара жатқан еді. Той істеп жатқан бажасымын деді. Соның үстінде тұрған баласының өкіл әке шешесіміз деді да. Өзіңде нешеу дегенім ауыр сұрақ аға деді да. 13 жыл ма, 11 жыл болған. Бір-біріміз қатты жақсы көреміз, бәрін жасап көрдік, бірақ бұйрық Алладан ғой деді. Мен біртүрлі болып қалдым. Кейін тойға барып, той бастар беретін қамышы жүр да, той бастардың арасында. Соны алып алдым. Ананы шақырып, ниет қылып, Құдай қаласа бір өмірге ұл келеді деп, ат ұстар келсін, аумин деп кетпеймін ба? 6 айдан звондап тұр ғой, қалмаға әуелі Алла келіншегім көтерді дейді. Құдай қаласа шілдеханасында бәрін өзіңіз боласыз деді. Туды деп хабарласты. Кейін шілдеханасына бардым ғой. И мынандай таққа бөпені жатқызып әкелетін болды. Мен көрмей ақ қойшы, бір кезде бірақ көрем дедім. Сөйтіп маңдай торсықтай деп бата қылғам ғой. Бір кезде балалар әкеліп жатқан еді.
тур маған ұқсайды. Екі бет салбыр аузы суақ келатыр ғой. Зәрем қалмады. Тек қамшы берген сияқты ғой. Айнымайды ғой, қарасай таты Құдай ше сұрағанымды толық берген ше. Толық берсе. Сөйтіп іштен керек жоқ дегенім жоқ қалмаға әйтеуір бір сүйіншіміз ғой деп конвертке беріп жүрді. Келгенше ашпадық қой енді. Ашсақ әжептәуір тойдың ақшасын беріп жүрген. Иә. Жаңа қыз демекші, наурызында 3 қыздан кейін ұлды болды. Қыз жақсы ғой негізі. Біз өзімізді тек ұл болып өскенбіз деген сияқты. Менің екінші ағам бар, Ерік деген ағамда 4 қыз. Әлі ұл сүйе алмай жатыр енді, бірақ қыз күшті ғой енді. Сөйтіп Ол кісі ойланбайды. Иә, ойланбайды. Иә. Ол жайлы әңгіме де қылмайды, бірақ бір кластасы звондаған ғой. Кластасы айтып беріп жатыр маған. Брат өзім туған ағамның кластасы айтып беріп жатыр. Кластасы звондаған ғой. 4-шісі босанған кезде. Босанды ма? Не босанды деген ғой сөйтсе. Братан, не болушы еді деп айтады. Бірақ прикол қылып айтқан да. Бірақ сол қыздың несі күшті ғой. Бір 3D әңгіме бар. Ұшықтың оқиғасы айтып осы жерде. Қыз дегеннен шығып жатыр ғой. Үлкен қызым 2 жасар. Екінші қызым 1 жасар еді өзі. 1 жасар әлі толмаған. Мышықты қатты жақсы көреді. Ойыншық мышықтармен қатты ойнайды. Сөйтіп келіншегім критерингтан барып 2-3 теңгеге мышық сатып әкеліп береді ғой. Бізде критеринг деген жер бар, өзі сондай. Аң ұстатады да. Жоқ, оны не керек? Қолданып болған холодильниктер, жаңағыдай бәрі бар ғой. Сонда Кедауский базарда айтады. Иә, бізде неғып Кедауский айтады білмеймін. Бізде басқа жақтың өңірлер көріп отырса, критеринг деген жер бар ғой. Бәрі сататын жер. 2-3 теңгеге мышық әкеліп береді. Тірі мышық па? Тірі мышық. Нандай мышық. Орыстар мышықтар босанады дегенше, мышықтар туғаннан кейін біздікілер сияқты жібере салмайды ғой олар. Біреуге айтыр, егесін тапсын деп 100 теңге 200 теңге сатады. Ол перевод жасап отқан жер. Жоқ, басқа жақтағылар түсінбей жатыр. Әр әңгімеден кейін 200 теңге мышық әкеліп береді. Анау мышық кәдімгідей ақ деймін. Қыз мекені страшно ойлайды. Сөйтеді біз Арыс, Түркістан жаққа байдың балдарымен командамен гастрольге кететін болдық барақтаға. Жаңа квартирада тұрамыз осы жерде. Айналамыздың бар 5-6 үй квартира. Сөйтіп та келіншегім бала шағам ауылға барып тастадым барақтаға. 5 мышықты есік алдына қойып кеттік. Далаға шығарып су құйдық, бір сағат андай кирдикат сияқты, киришки сияқты тамағын қойып кеттік та. Кеттік барақтадан кейін гастрольден келдік. 20 мың теңге концерттен ақша бөлінген. Соны ағамыз оразаның кезі той жоқ. 20 мың теңге продуктіге ақшамыз бар әйтеуір. Сөйтіп үйге келсек мышық сол орында отыр ғой. Бет аузын бәрі қан бірақ. Ана тамақ желінбеген, сәл желінген, су ішілген. Өлеңде отыр ана бет, бірақ тірі. Мынаға не болған деп ішін ашып қалсам, іші жыртылып кеткен ғой. Ішек қарын сыртқа шығып. Ол ана оқиға бұл қоспасы ше. Сыртқа шығып тұр, бірақ тірі ана мышық. Жанымыз ашып кетеді да келіншегім айтады, мына шомылдар қандарын бәрін жу деймін. Шомылдарды фенмен кептіреміз. Кетпейді екен, оның жөні. Ана қарын ішке тықып қоямын, скотчпен жасап қоямын тұр ғой, тыққан қайтадан шығып кете береді. Кішкентай мышық. Біз ауылда ондай нәрсе жоқ қой, пішіп жүре бересің. Келіншегім қалғанымда сәл ана ветеринарный аптекалар бар, соның ішінде емдейді деді ол. Көкестен бір берден көрді, наяқта бар, 3-4 жерде айтты. Бәрі орыс ана жерде. Мен сол орысша білмеймін. Студалтыйдың бойында бір жеріне кірдім. Қолымда мышық өмірімде адам апармаған. Бұл больницаға мышық апаратырмын ғой, коробка. Шектар сыртта жатыр. Иә, шектар шығып кеткен. Қолыма коробканы ұстап алғам. Өңкей орыстар, кілең, орысша бір сөз білмейді. Срочно операция надо деп ішке қарай кірдім ғой. Үлкен кісі, бір 60-тағы еркек, жаңа дәрігері. Ну да, операция надо деді, ананы көрсетіп тұрмын мен. Одан бұрын кіріп баратын кезде орыс кемпірлер отқан, молодец, человек, ничего сделаешь, сам не очередь, сколько минут, жалуйся, бір деп. Бабушка у меня тяжелый деп ана қанын көрсетіп қоямын ғой, ішке қарын шығып кеткен, алы фу, давай деп өтіп жүріп. Сөйтіп жаңа операция надо деді. Қанша дегенім, сколько стоит деп. Құрабы қазір, дәмей сөйлеп тұрмын енді. Ол кезде құрабы айтып жатырмын. Ну, 12 тысяч теңге деді. Өзі 2 теңге мышық. 12 мың теңге деді. Операция. 20 мың теңге ақшам бар, оны продукт алуым керек. Блин дедім да, қазақша білетін біреу тауып алдым осы ақташып. Айтшы анаған, 2-3 теңгеге алған мышық еді, түсіріп берсінші деп. Ана орысқа түсір деп айтамайсың ғой енді. Ана қазақ бала жарылып қалды, орыста бар, түсіндірді, осындай деп орыста көтті. Ну ладно, 8 тысяч устроит вам деді. 8 мың бола ма деді. Давай дедім мен, оразан кейін сауапсыз істейін деп. Сөйтіп үйге апарсам, операция 8 мыңға жасалатын болды. Үйге апарсам, қайттан қызым ойнап, ана тікен жел жетіп тастайды. Сеткілер тұр екен мынандай, көп ішінде құстар тұр, мышық, күшіктер тұр. Можно осталось здесь хотя бы 3 дня дедім. Сөйтіп
Ну, конечно, здесь оставьте каждый день 1000 теңге. Жатқаны. Квартирасы 3000 теңгеден. 3000 теңге қосылды. Сөйтті де қасыма бір орыс апай келді дағыны, кормить его надо деп. Тамақ ішу керек болды, 3 күн жатқан екен. Жоқ, үйде бар, там келешке сияқты бірдеңе. Нет, его после операции надо, его надо, каша надо деп. Каша жеу керек екен операциядан кейін. Екінші этажда өздерінің сондай продуктовый нелері бар екен, аңқұстарға арналған. Хилканың ыдысы сияқты ыдыста 3500 теңгеге каша сатып алдық қой мышыққа. Қанша болды? 15500 теңге болды, есептеп отырыңыздар. 3500 сатып алдық. Сөйтті да лечить его надо, бір орысша сөйледі. Лечить, операция, нет, его после операции перевязка сделаем, систему капаем, бір деді. 3 күн сөйтіп емделеді екен. Ол қанша? 1200 теңге деді, 3600 теңге, тағы да қосылды. Не керек 18000 бір болды ғой жаңа 200 теңге. 200 теңге қалmış. Сөйтті да жаңа орыс кемір, пойдемте, молодой человек, я вам чек даю оплачену деп жаңа неге қарай кассаға алып барып, платный дегенем нет, бесплатный деп. Сөйтті да күнін жазды, бірден жазып жатыр бәрін. Операцияның ақшасын, тамақтың ақшасын, жататын орнына, системаның ақшасын, бәрін күнді, датаны бәрін жазды. Имя деді, Наурыз дедім, Наурыз деп жазып қойды. Сколько месяц, котенок, Наурыз деді. Орысшам таусылды ғой, нет, моя имя Наурыз деп тұр ғой, өже бітті ғой. Мышық атып қоймай жүр ғой бізде. 3 месяц дей салдым енді мышықтың жасымен. Хорошо деді, Наурыз 3 месяц деді. Мышыққа официальный документ жасады ғой анау. Мышығының документі бар. Документальный аты Наурыз мұлтарады. Сөйтті да 3 күннен кейін келіңіз алып кетесіз деді. Кетіп барады, сөйтем ана операцияға дайындап жатыр екен. Мышықты ше. Жаңағы қарап тұрмын, ана кәдімгі қолтыққа қысатын градусникті олардың құйрығына тығып қояды екен. Артына құйрығын аштап құйрығына тығып қарап тұрмын, ана біз ана шторканы жауып қойды, адамдар сізге байқауға болмайды дейтін сияқты ше. Шторкасын жауып қойды. Кетіп барады, мындағыны орыс кемпірлер отырып әбіржеп кеткен мышық ұстап алған. Бабушка, уже өзім бітіп қойды тірлігім. Что с тобой, у вас котенок деп. Ну, настроения нету дейді. Соған бола больницаға алып келген. Бір қазақ отыр, дәу ит ұстап алған, бір алабай емес, пародист емес. Тәте болған не болды десем, өшіңізді құлағы естімей қала береді дейді. 60 теңгеге құлағын емдеттім дейді. 3-ші мәрте операция істеп жатырмын. Иттің құлағына 120 теңге, 180 теңге жұмсағаннан 3-ші мәрте операция істеп жатырмын. Үйге бардым. 3 күннен кейін келдім, мышықты алып кетуге. Ішін бинтпен орап тастаған, мышығын шауып жүр, жүндермен қырған операция. Тіккен, шауып жүр. Бір аптадан кейін келіп, жібін алдырыңыз деді мышықтың тіккені. Сөйтіп әр ай сайын келіп укол салдырып тұрыңыз деді. Басыңа сор болған Біреу істеген жоқ қой. Жібі өз шер түсіп қалды. Сөйтті да ол наурызымыз ұрғашы болып шықты ғой шешеге. 5 мәрте туды ғой анау. Өбірліш Шардараның Қазақстан деген жер бар ғой. Сол жерде Құдайберген деген жігіт бар. Қазір Шымкентте тұрады ол. Апасы сол үшін өмір сүрді да. Не жеймін, не ішемін. Осы шілдеде қар жеймін десе қар тауып беретін апасы. Соны Құдайберген сиырларды суар дейді екен да. Бір шелек суға барып, жарты шелегін алып шығады екен ғой. Анаяқтарға 6 сиыр бар да. Шейін деп отыр кезде мына жерден тебедік. Жылтыр болды да жер өзінде. Пақ ет тебеді екен. Екінші сиырға барса, деп тұра береді дейді ғой. Тебетін біледі ғой. Үшінші сиыр ол тепкені көрмейді да, ол жақында кезде тебеді дейді. Жарты шелектен суды алып шығады дейді. Әкесі айқайлайды. Әбет қой су ішетін кез ғой. Қарасаңшы барсын берсем ішпей жатыр ғой деп. Барса берсе біреу жақындамайды дейді ғой. Баре, ана нені алып келші деп Құдайберген жоқ. Құдайберген кеткеннен кейін ұрат дейді. Суды ше. Менің ауылда інім бар, менен кейінгі сиыр бағады ғой. Тауға өзенге алып кетеді. Көктемде әкетіп атқан кезде, ана қысымен жем жеп тұрған қашарлар бар. Тоқ қой, шошаңдап, былай қашады, былай қашады. Полный соны көзбен танып алады да, барғаннан кейін құтырғанның бәрін қораға кіргізеді да, қамшының басы 22 қайғы бар. Сен бәрінде дедің ғой деп, мына жерден тегін кезде сиырлар сөйлеп жүр ала. Сол жерде 2 аптаға дейін қамап қояды, шөбі таусылады, тезегін жейді ғой. Сөйтеді де шығарып жібереді да, өзеннің ішінде бір айдан кейін санау керек қой. Санайтын кезде
үндемейді, тасқа шығып, айда десеше, аралары қалып кеткен ғой жағдай. Сүйіп атқан сөмір түбір тастап жүгіреді дейді. Ана баста қызыл бұта көз жүреді да ол. Сөйтіп күздің күні әкеп таратады. Оңышы жаңғырған сиырлар да бар, ауданның сиырлары. Сөйтсе біреу айтады дейді, бота дегеніме. Бота ана сиырды не істедің деп. Десе. Өткенде көшеде кетіп баратқан. Қызыл бұтағын біреудің ортында қаши! Тамның бұрышында бүйтіп қарайды дейді. Сиыр ше, бота есінде қалып кеткен. Қымбат достар, бүгін күшті бір әңгіме болды. От души бір сөйлестік деп ойлаймын тіреді. Алма, көп рахмет келгеніңізге. Көп рахмет сізге. Біз тағы да шақырамыз. Арнайы бір дайындалып келуге де болады, Құдай қаласа. Алдағы уақытта осы бағдарламада сізді көргіміз келеді тағы да. Рахмет келгеніңізге. Орысша форматта. Біз енді келесі бағдарламаға кім келу керектігін тағы да жазып кетіңіздер. Біз осымен біздің кезекті 3D әңгімемізді аяқтасақ болады. Көп рахмет барлықтарыңызға. Аман болыңыздар. Рахмет. Кездескенше.